Өңірде қазақ күресінен алғаш рет өнер барысы турнирі жалауын желбіретті. Сайысқа мәдениет саласында еңбек етіп жүрген 40-тан астам жас қатысты. Олар 2 салмақ дәрежесі бойынша күш сынасып, өгіз және түйе балуандарды анықтады. Тартысты дода ашық аспан астында ұйымдастырылды. Қадыр Мырза Әли атындағы мәдениет және өнер орталығының амфитеатрына мыңға жуық көрермен жиналды. Сайысқа қала мен әр ауданнан командалар келді. Боз кілемде алдымен 70 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі палуандар күш сынасты. Қатысушылар арасында бұрын қазақ күресімен кәсіби түрде шұғылданғандар да болды. Мәселен, Сырымдық асаба Рүстем Ақшолақов студенттік жылдарында спорт секциясында шеберлігін шыңдаған. Ол өнер барысындағы алғашқы кездесуінде таза жеңіске жетті. Бұрын сонда студент кезінде күреспен айналыстым. Одан қалай берді оқушы кезінде Жосал ауылында күреспен шұғылдандым. Көптен спортта емес, қазір өнер саласына кетіп қалғаннан кейін кішкене ауырлау болды. Салмағым 64 килограмм. Ең бастысы қарсылас емес, ең басты достық. Жеңіл салмақтағы әуесқойлар арасында Бөкей ордалық Асқат Қален қола жүлдеге қол жеткізді. Ал финалда қос сырымдық палуан алтын жүлдені сарапқа салды. Кездесуде Бауыржан Бесқалиевтің бағы жанып, өгіз палуан атанса, Бекболат Хайруллин күміс медаль еншіледі. Барша палуандар деген арнайы сараптамадан өткізілді. Әр палуан өзінің өнер саласында қызметкерлер болып есептеледі. Қазақ күресін кеңінен тарату және осы өнер саласындағы адамдардың спортқа тарту және қарым-қатынасын нығайту мақсатында. Бізде өнер барысы өтті, республикаға өзіміздің өнер барысымызды таңдап, іріктеп, сол өнер барысымызға жіберетін сондай мақсатымыз бар алда. Турнир кейін 70 келіден жоғары салмақтағы палуандар күресімен жалғасты. Бұл сында талантты айтыскер Бауыржан Шермерденұлы да өнер көрсетті. Бала би лақабатын иеленген ақын бұрын қазақ күресімен мүлде айналыспағанын айтады. Дегенмен спорт бәсекесі алдында командалық жаттығуларға қатысып, жекпе-жектің әдіс-тәсілдерін үйренген. Батыр ақын болмаса, батырлыққа мін емес, ақын батыр болмаса, көрген күні күн емес дейді. Сол себепті бойымыздағы намысты енді толғаулаған термемен, өлең сөзбен ғана емес, енді бүгін күшімізбен де көрсетсек деген ниетпен келіп қалып жатырмыз. Сахнада, елдің ортасында жүрген өнерпаздар бүгін өздерін басқа қырдан танытуға мүмкіндік бар. Шын мәнінде қазақ жігіттерінің рухын оятатын үлкен шара қолға алынып жатыр екен. Өнер бәрекесі, спорт мерекесі құтты болсын дейміз. Ауыр салмақта Қазталовтың барысы Жігер Маусымов 3-ші сатыға жайғасты. Ақжайықтың үмітін арқалаған Дәулет Шамелов алтынға сынық сүйім қалғанда сүрінді. Ал түйе палуаны атағымен Белдік, Бөлілік асаба Тәуекел Бақытжанға бұйырды. Еркебұлан Смадияров, Дастан Бижанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.